Оқушылар, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қисық сызықты трапецияның ауданы. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға қисық сызықты трапеция ұғымын ұғындырып, оның ауданын есептейтін формуласымен таныстырып, шешу алгоритмін меңгерту, қисық сызықты трапецияның ауданын табу дағдыларын қалыптастыру. Қисық сызықты трапеция дегеніміз қандай фигура? Үзіліссіз, теріс емес, y-тен болады x-тен f функциясының графигімен, ox осімен, x-тен болады a, x-тен болады b түзулерімен шектелген жазық фигура қисық сызықты трапеция деп аталады. Төменде қисық сызықты трапецияның суреті көрсетіліп тұр. Іші штрихталған фигура қисық сызықты трапеция болып табылады. Төмендегі a, b кесіндісі қисық сызықты трапецияның табаны ретінде алынады. Қисық сызықты трапецияның ауданын есептейтін формула көрсетіліп ұсынылып тұр. S-тен болады f-дан f-аны азайтамыз, яғни берілген функцияның бірінші алғашқы функциясын есептейміз, және f-дан кейін f-аны азайтамыз. Қисық сызықты трапецияның ауданын есептеу алгоритмін қарап шығайық. Бірінші, бір координаталық жазықтыққа берілген қисықтардың графиктерін саламыз. Екінші, график жоғарыдан қисық сызықты трапецияны шектейтін функцияның алғашқы функцияларының бірін анықтаймыз. Үшінші, қисық сызықты трапецияның төменгі табаны болатын кесіндінің шеткі нүктелерінің координаталарын анықтаймыз. Төртінші, формула бойынша қисық сызықты трапецияның ауданын есептейміз. Сабақ барысында оқушылар бірнеше мысалдар қарастырайық. Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын есептеу керек. Y-тен болады x квадрат, Y-тен болады 0, x-тен болады 1, және x-тен болады 3. Мұндағы Y-тен болады x квадрат функциясының графигімен оқушылар сіздер таныссыздар. Бұл функцияның графигі парабола. Параболаның төбесі координаталар бас нүктесі арқылы өтеді, тармағы жоғары қарай. Y-тен болады 0, ол бізде ox осін береді. X-тен болады 1 және x-тен болады 3, түзу сызықтары oy осіне параллель орналасқан түзулер. Берілген трапеция іші штрихталған ауданын есептеу үшін бірінші x квадрат функциясының алғашқы функциясын есептейміз, ол бізде x куб бөлінген 3-ке тең. A шегі 1-ге тең, B шегі 3-ке тең. Ауданды есептеу үшін f3-тен f1-ді азайтамыз. Есептеу барысында біз 8,3-тен 2 квадрат бірлік деген жауапты аламыз. Мұна есепті оқушылар өз беттерінше шығарып көруге ұсынамын. Берілген сызықтар x-тен болады 2, x-тен болады 3, y-тен болады 0, және функция x квадрат минус 2x плюс 1. Видеоны паузаға қойып, өз беттерінше орындап көріңіздер. Қарастырайық шығарған есебіміздің жауабын. Яғни, y-тен болады x квадрат минус 2x қосу 1 функциясының графигі парабола. Параболаның төбесі 1-ден 0 нүктесі арқылы өтеді, тармағы жоғары қарай. X-тен болады 2 және x-тен болады 3, oy осіне параллель орналасқан түзу сызықтар, y-тен болады 0, ox осі. Алғашқы функцияны қарастырсақ, x квадратқа x куб бөлінген 3, минус 2x-ке минус 2x квадрат бөлінген 2, және қосу 1 тұрақты санға қосу x болады. Сонда берілген функцияға алғашқы функция x куб бөлінген 3, минус x квадрат, қосу x, қосу c. Оқушылар, осы жерде ескерейік. Жалпы алғашқы функция есептеу барысында қосу c тұрақты сан ылғи да бірге қатар жүреді. Бірақ аудан есептеу барысында оны ескермейміз. Себебі азайту барысында ол тұрақты сандар өзара жойылып кетеді. Шек бізде a 2-ге тең, b 3-ке тең. Есептеу барысында 2,3-тен 1 квадрат бірлік деген жауапты аламыз. Келесі есепке назар аударайық. Абсцисса осімен дейді.
x тең болады 0, x тең болады π түзулерімен, және y тең болады синус x функциясының графигімен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданын есептейік. Назар аударайық. Бұл жерде x тең болады 0 және x тең болады π қисық сызықты трапецияның шеткі нүктелерін, яғни шектерін береді. Абсцисса осі, ол төмендегі OX осі, y тең болады синус x функциясының графигін осы екі аралықта қарастырамыз шетте. Синус x-ке алғашқы функция анықтаймыз, ол бізде минус косинус x, а 0-ге тең, b пиға тең. Есептеу барысында 2 квадрат бірлік деген жауапты аламыз. Келесі есепке назар аударайық. Бұл есепті оқушылар сіздерге өз беттерінше орындап көруге ұсынамын. Y тең болады косинус x, y тең болады 0, x тең болады минус π бөлінген 3, және x тең болады π бөлінген 3. Видеоны паузаға қойып, орындап көріңіздер. Шығару жолын тексерейік. Яғни а бізде минус π бөлінген 3-ке тең, b бізде π бөлінген 3-ке тең, y тең болады 0, ол OX осі, y тең болады косинус x функциясы графигі жұп. Бұл жұп функция болғандықтан OY осіне қатысты симметриялы орналасады. А шегі бізде минус π бөлінген 3, b шегі π бөлінген 3. Яғни алғашқы функция косинус x-ке синус x болып табылады. Азайту барысында түбір асты 3 квадрат бірлік деген жауап шығу керек. Келесі есепке назар аударайық. Берілген функция y тең болады минус x квадрат, y тең болады 0, және x тең болады минус 2 сызықтармен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданын есептеу керек. Y тең болады минус x квадрат функциясының графигі параболасы төменге, парабола тармағы төменге қараған, және координаталар бас нүктесі арқылы өтеді. X тең болады минус 2 бұл OY осіне параллель орналасқан түзу сызық, y тең болады 0, ол бізде OX осі. Осы түзулермен шектелген фигураның суретін сіздер көріп тұрсыздар. Алғашқы функция бізде минус x квадратқа минус x куб бөлінген 3. Енді мынаны ескерейік. Егерде қисық сызықты трапецияның суреті OX осінің төменгі жағында орналасса, онда біздер FB-дан FA-ны азайту барысында алдына минус қоямыз. Немесе бірден FA-дан FB-ны азайтуға болады екен. Сонда жауабы 2/3-2 квадрат бірлік болып шығады. Мына есепті оқушылар өз беттерінше орындап көріңіздер. Y тең болады минус x квадрат, y тең болады 0, x тең болады 1, және x тең болады 3. Видеоны паузаға қойып, орындаңыздар. Тексерейік. Y тең болады минус x квадрат функциясының графигімен сіздер таныссыздар. Y тең болады 0, OX осі, x тең болады 1, және x тең болады 3, OY осіне параллель орналасқан түзулер. Назар аударайық, бізде қисық сызықты трапецияның суреті OX осінің төменгі жағында орналасқан. Онда біз ауданды есептеу барысында FA-дан FB-ны азайтамыз. А бізде 1-ге тең, B бізде 3-ге тең. Есептеу барысында 8/3-2 квадрат бірлік деген жауапты аламыз. Назарларыңызға рахмет.